Қазақтың кім екенін білгің келсе, мамыр өте мәртөбеге кел. Мағынасы терең бұл сөзді бұрынғылар бекер айтпаған. Өйткені мәртөбе елдігіміздің мәртебесін, бірлігіміздің берекесін айшықтаған жер. Бұл дала парламентінің келелі жиындары өтіп, маңызды шешімдері қабылданған тарихи мекен. Мәртөбе тарихта қазақ хандарының басын қосып, үш бидің елді бірлікке шақырған өлкесі ретінде мәлім. Қазақ халқының маңызды жиындары Мәртөбеде өткізілген. Дәл осы мекенде Тәуке хан, Төле, Қазбек, Әйтеке билер елдің ынтымағы мен бірлігін нығайту мақсатында тарихи жиындар ұйымдастырған. Мәртөбеде қазақ халқының алғашқы ата заңы 7 жарғы қабылданған. Тағы да тарихи сәт. Шымкент шаһары маңындағы Мәртөбе тарихи кешенінде болашақ заңгерлерге арналған келер ұрпаққа жолдау жазылған капсуланы салу рәсімі өтті. Тарихи жиынға Шымкент қалалық сотының қызметкерлері, қала әкімі мен болашақ заңгерлер қатысты. Шаһар басшысы жиынның маңызды екендігін атап өтті. Қалалық соттың бастамасымен бой көтерген ескерткіш тарихымызда бұрыннан да бар мемлекеттік құқықтық қатынастары паш етеді. Заң үстемдігін ұстаған ел екеніміздің айқындайды. Елбасының рухани жаңғыру бағдарламасы тарихымызды түгендеуге, құндылықтарымызды құрмет тұтуға шақырады. Бұл бастама жастарымызды ел жанды болуға үндеп, өткеннің өнегесін ұстануға бағыттайды. Сот қызметкерлерінің келешек ұрпаққа қалдырған жолдауында 14-15 ғасырлардан бастау алған қазақ елінің заңнама тарихы мен егеменді еліміздің заң үстемдігі баяндалған. Ата заңымызда біз ортақ тағдыр біріктірген Қазақстан халқы байырғы қазақ жерінде деп жазғандай 5,5 ғасыр бұрын мемлекет құрған еліміздің құқықтық жүйесінің бастау көзі қазақтың билер соты болғаны анық. Өткен жылы Шымкент қаласы менен дала парламентінің түп қазығы Мәртөбе деген тақырыпта үлкен конференция өткізілген болатын. Осы конференцияның жалғасы ретінде келесі ұрпаққа Мәртөбенің мәнін жеткізу мақсатында мәңгілік қазақ халқының ұрпақтардың жадында қалу мақсатында бүгін келешек ұрпаққа жолдауымызды, ойларымызды жеткізу мақсатында капсуланы салу іс-шарасына тұрмыз. Бұл деген болашақ заңгерлерге, болашақ билерге үлкен жолдау болып есептелінеді. Тарихқа көз жүгіртсек, еліміздің тұғыры ретінде ата заңымыздың қалыптасып жетілуіне ықпал еткен Қасым ханның қасқа жолы, Есім ханның ескі жолы, әдет ғұрып заңдарының ережелері халықтың есінде. Ал Тәуке ханның 7 жарғысы ел ішіндегі дау-жанжалдар мен саяси маңызы бар мәселелерді шешуге мол мүмкіндік берді. Келешекке жаңа капсула салған себебіміз қазіргі жағдайда сот жүйесінде қандай жаңалықтар болды, 20-шы жылы сотта қандай болған екен, қандай мынау жұмыстарында мәселелер болған, татуластыру мәселелері, оның үшін жаңа медиация туралы мәселені көтеріп жатырмыз. Бірақ мынау Европа елдері бәрі медиация деп айтып жатады ғой. Медиация, татуластыру, жақсы заңгер таластырмайды, жақсы заңгер татуластырып қояды деген. Осы медиация деген нәрсенің өзі жаңа бүгін айтылған Мәртөбенің біздің тарихымызға үңіліп жатырмыз ғой кейінге. Ол жерде ол бізді таңғалдырмайды. Өйткені біздің билердің тарихта іздері сайрап жатқан билеріміздің мұрат мақсаты табыстыру, бір-біріне татуластыру болған. Мемлекет басшысы соттарға үлкен сенім артып, аманат жүктеді. Біз бұл сенімді абыроймен атқару үшін бар күш-жігерімізді жұмсауымыз қажет. Судьялар қабылдаған шешімдер әрбір адамның қорғанына айналуы және де ол екі тараптың да көңілінен шығып, оған ешкімнің де күмән келтірмеуі керек. Бұл мақсат сіз бен бізден қажырлы еңбекті талап етеді. Осылай деп үндеу қалдырған судьялар кейінгі толқынды жігерлендіріп, ерекше сенім артты. Қазақстанның сот жүйесін заман талабына сай жетілдіре беру, ол бүгінгі және болашақтағы білімді, тәжірибелі, жігерлі және озық ойлы жас ұрпаққа артылар абыройлы міндет. Алдағы 30 жылда бүгінгі жас судьяларымыз бен ертеңгі парасатты ізбасарларымыз болашақты отандық сот жүйесін әлемнің озық елдерінің сот деңгейіне жеткізеді деп толық сенеміз. Шымкент қаласы сот қызметкерлерінің болашақ заңгерлерге арналған келер ұрпаққа жолдауынан Мәртөбе тарихи кешені 2 қазан 2020 жыл.
Шымкент қалалық соты төрағасының идеясымен жүзеге асқан тарихи шара мәртөбенің мәртебесін көтеріп қана қоймай, сот саласындағы сабақтастықтың жарқын үлгісін көрсетеді.